Менің каналыма қош келдіңіздер, саламатсыздар ма? Мен бүгін сіздермен кәдімгі мусор салатын пакеттен және өзіміздің қолданып жүрген майка пакетті екеуін қосып, әдемі көйлек және юбка жекетте істеуге болатын аруларға арналған көйлекті жасайтын боламыз. Мусор салатын пакет өз размерлерімен 80 сантиметрден бөлініп алынады. Осыны ортасын бөліп алдық және шет-шетін жабысып қалған жерлерін ажыратып қырқып аламыз. Бізге осы пакеттен 3 пакет қажет болады. Сонда юбкамыз кішкене дөңгелек әдемі кең болып тұрады. Сондықтан бізге осы 3 пакет қажет. Орталарын ажыратып, қараңыздар, ортасы ажырайды және тағы да ортасын қолымызбен кеңейтіп аламыз. Жеңіл желпі мусорларды салуға болатын пакет. Осыларды өлшейміз. Алдымен бүктеп алып өлшейміз. Бізге ұзын, етегі ұзын қажет жоқ. Мінекей өлшегішпен өлшеп аламыз. Бізге 60 сантиметрден артық керек емес. 60 сантиметр қылып кесіп қырқып аламыз. Бұл негізгі көйлек және юбка кофта болатын алтын күз аруларына арналған киімдер. Бұған әрине ұзын қылмадық, кішкене қысқалау жасап жатырмыз. 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптарға арналған көйлек десе де болады. Мінекей бәрін осы 60 сантиметр қылып қырқып алдық. Енді осылардың ортасын скотчпен жабыстырып шығамыз. Аяғына дейін көріңіздер. Қазіргі қазан айында күздік осындай аруларға арналған күздік көйлектердің науқаны өтіп жатыр. Осыны қарап істесеңіздер болады. Осыны аяғына дейін жабыстырамыз. Өте әдемі болып шығады. Өздеріңіз білесіздер. Осы дайын болған кезде сыртына өздеріңіз осы видеоны аяғына дейін көріп, осындай юбка кофта болмаса ортасын біріктіріп көйлек жасасаңыздар да болады. Сыртына кәдімгі қағаздан болсын, жаңағы фоамиран қағазынан болсын, азелон деген қағаздар бар. Солардан кішкене жапырақтарын, күздің көрінісі сияқты жапырақтарды қырқып, соны көйлектің сырттарына жабыстырып қойсаңыздар да болады. Енді біз етегіміздің жаңағы бел жағын үстіп скотчпен бүріп шығамыз. Аяғына дейін бүріп шығамыз. Мінекей бүрілді. Кәдімгі көйлектің етегі болды. Юбканың етегі десе де болады. Осының артық жағын кесіп тастаймыз. Өте жалпақ болып кетті. Қараңыздар, кесіп тастап, енді осылардың ортасы ажырап кетпеу үшін скотчпен жабыстырып шығамыз. Мінекей енді артқы жағын жабыстырып шығамыз. Юбкаларыңыздың бұдан да көбірек қылам десеңіздер, пакеттеріңізді аямай 1-2 пакет қоссаңыздар да болады. Және үлкен қыздарға сәл ұзынырақ қылып істесеңіздер болады. Мінекей біздің юбкамыз дайын болды. Енді осының етегіне кішкене қосатын боламыз. Осылардың майка жағын қырқып аламыз. Аяқ жағындағы желпетектеріне қосатын боламыз. Әжептәуір бірталай пакетті қырқып алу керек бізге. Осыларды біріктіріп қырқып аламыз. Енді осыларды бір-біріне скотчпен жабыстырамыз. Қыздарыңыз әдемі, сұлу, ару болып шығам десеңіздер, осындайды немерелеріңізге, қыздарыңызға жасасаңыздар өте жақсы. Пакетті аямай
көбірек қылып жиі қылсаңыздар көйлектеріңіз сұлу көрінеді. Мінекей біздің етегіміздің желбірегі дайын болды. Осыларды да қазір бүретін боламыз. Екі шетін кәдімгі туралап қырқып аламыз. Түзу қылып қырқып аламыз. Мінекей енді осыларды бір-біріне тағы да біріктіреміз. Бізге жаңа көйлек болсын, юбка болсын, етегі кеңірек болу керек. Сонда бізде бүрме жиі болса, етегі әдемі сұлу көрінетін болады. Артық пакетті қырқып аламыз. Енді осы пакетті бүретін боламыз. Кәдімгі юбканың белі сияқты қылып бүріп шығамыз. Жай ғана кішкене бүріп шығамыз скотчпен. Ерінбесеңіздер, кеңірек қылып бүргенді жиі қылсаңыздар, юбкаларыңыз әдемі көрінеді. Негізі бұл көйлек болсын, юбка болсын, жаңағы қараға қызылды құрастырып қойдық. Кәдімгі испанский көйлектердің жаңағы модасына құсап келеді. Енді осы етекті жаңағы желбірегін жабыстырып шықтық. Мінекей етектерін қараңыздар. Қандай әдемі болып шықты. Енді бізге осы юбкамыздың жоғарғы жағын жасайтын боламыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Өте оңай. Жоғары жағындағы жаңағы 60 сантиметрден кесіп алған артық қалып кеткен қалдық пакетімізді іске асыратын боламыз әрине. Осылардың бәрін бір-біріне жабыстырамыз. Қараңыздар. Енді біз алдымен жағасын істеп аламыз. Кофтамыздың, көйлек болсын, кофта болсын, жағасын істеп аламыз. Бұл негізі аруларға арналған көйлегіміз көйлекте болады. Ортасынан скотчпен жабыстырып қойсаңыздар, көйлекке айланады. Скотчын жабыстырмасаңыздар, юбка жекет болып шығады. Мінекей. Енді осыны біз алдымен қолтығын шығарып аламыз. Мінекей, қараңыздар. Енді осыған жаға жасайтын боламыз. Мінекей, жағасы. Ханшайымдардың көйлектері жағалар тіке тұрады, сондай қылып жағасын шығарып аламыз. Қараңыздар. Енді біз жекетке бір-біріне жабыстыратын боламыз. Құрастыратын боламыз. Көрдіңіздер ме? Жекетін жағаға жабыстырамыз. Мінекей, енді бір жағаны артық қырқып тастадық. Біздің жекет кофтамыз дайын болды. Қараңыздар, көйлекке айланды. Енді қазір көресіздер, екеуінің ортасын бөліп тастап, ортасындағы бауымызды, жаңағы белдігімізді юбкамызға скотчпен жабыстырып қойсаңыздар да болады. Көргендеріңізге рахмет, ұнайды деп ойлаймын.